Күнжарық болсын көрермен, сіздермен сіз білесіз бе, қазақ тілінде жиі кездесетін міндеттерді шешу тіркесі орыс тілінен тура аударылған калька екенін білесіз бе? Орысша решать задачи, қазақшада сол күйі міндеттерді шешу деп айтып жүрміз. Ал шын мәнінде қазақ тілінде міндет шешілмейді. Міндет орындалады, немесе міндет атқарылады. Неліктен қате? Орыс тіліндегі задача сөзі екі мағынаны береді. Бірі математикалық есеп болса, екіншісі істің мақсаты міндет айтылады. Сондықтан решить задачу кейде есепті шешу, кейде міндетті орындау деп аударылады. Бірақ бізде бұл мағыналар ажыратылмай, міндетті шешу деп айту кең тарап кеткен. Дұрысы, міндетті орындау, міндетті атқару, тапсырманы орындау, тапсырманы жүзеге асыру, мәселені шешу, есепті шығару, немесе есепті шешу. Қазақ тілінде тек есеп пен мәселе ғана шешіледі, ал міндет пен тапсырма орындалады. Назарларыңызға көп рахмет.